Баршаға сәлем достар. Мен бүгін ютубтағы ең бірінші видеомды түсіріп жатырмын. Маған сәттілік тілеп қойыңыздар. Мен дәрігер, дерматолог, косметолог Толыбаева Тамара Ордабековна боламын. Менің Алматыда Аромат Докты косметологиялық орталығының негізін қалаушымын. Және де сіздерге бүгін косметологиядағы ең жиі кездесетін сұрақтарға жауап беретін боламын. Ең бірінші сұрақ: косметологқа неше жастан бастап келу керек? Косметологқа қай уақытта сізде показания бар, қай уақытта сіздің бетіңізге белгілі бір проблемалар шықса, оны байқасаңыз, сол уақыттан бастап келу керек. Мысал үшін, біреуге 25 жасында уже дақтар түседі. Сол кезде ол пенсионный возрастты күтіп отырмай, ол уже келу керек. Себебі дақтарды қаншалықты ерте емдей бастайсыз, соншалықты жақсы түбегейлі кетуіне мүмкіндік көп. Безеулер, мысал үшін, ол 15 жаста, 16 жаста, жасөспірімдік уақытта өршуі мүмкін. Сол кезде сіз күтіп отырмайсыз, өзі кетеді, сосын басылады деп отырмастан сол уақытта келу керек. Себебі оның артында постакне қалады, дақтар, шырамдар қалып, сіз өкініп қалуыңыз мүмкін. Немесе әжімдер. Біреуге 25 жасында түседі, біреуге 35 жаста түседі, ал біреуге 40 жасқа дейін особо болмауы мүмкін. Оның бәрі генетикаға байланысты, образ жизніне байланысты, және де мамандығына, тұратын жеріне де барлығына байланысты. Сонда 25 жасында біреуге әжімдер түсетін болса, преждевременное старение болады, мысалы үшін кейбіреулер генетический сондай особенностьтар. Сондай кездерде ол күтіп отырмауы керек. Біз неғұрлым ертерек проблеманың бастасақ емдеуге, ол соншалықты тез шешіледі. Кәдімгі тісіңіз ауырған сияқты. Мысалы үшін сіздің тісіңіз ауыра бастаса, немесе құрт түсе бастаса, трещина болса, сіз оны сосын емдеймін, әлі уақыт болған жоқ, мен жасым 40-қа толған жоқ, немесе 55-ке толғанда бірақ барам деп жүрсеңіз, сіз тіссіз қаласыз. Одан кейін ол тістің орнына мүлдем алып тастап, имплант салу керек болады, Сол сияқты терде бізде үлкен орган, оны да дер кезінде емдейтін болсаңыз, сіздің аз ақшаңыз кетеді, укол салдырып, көп келіп, олай жүгіріп жүрмейсіз. Бірақ процедурамен кейбір кезде проблеманы алып тастауға болады. Және де оның бағасы да арзан болады. Сондықтан қалай ерте бастайсыз, солай ерте проблеманы шешесіз. Бетіме укол бір рет салсам, сосын қайта-қайта сала беретін боламын ба? Айтайын дегенім, біз тамақ ішкен сияқты, спортқа барған сияқты, барлық зиянсыз заттарды жүйелі түрде қайталап тұруға біз мәжбүрміз. Мысал үшін, біз таңертең тамақ ішсек, ол бізде 3 күн тұрмайды ғой. Біз түсте тағы ішуіміз керек, ол өзінің жұмысын жасап ағзадан шығып кетеді, сосын біз кешке тағы ішеміз, ертесіне тағы. Сол сияқты косметологияда да бір рет саласың препаратты, ол өзінің жұмысын жасайды, ағзадан шығып кету керек. Себебі ол имплант емес. Имплант болған кезде, оларды бір рет саласың, определенный өзінің уақыты бар, 10 жыл тұруы мүмкін, пожизненно тұруы мүмкін, и онымен жүреді. Келесі тағы да сұрақ: косметологиялық процедураларды бір рет жасатқаннан кейін бетім салбырап, одан да бетер хуже болмай ма деген қорқыныш. Хуже болмайды. Егер де хуже болатын болса, косметология саласы өзі 100 жылдан бері өмір сүреді. Ал енді біз ботокс деген препараттарды алатын болсақ, диспорт деген препарат, олардың тарихы 50 жылдан бері өмір сүріп келе жатқан препараттар. Егер де олар жаман препарат болса, бәріне хуже жасаса, онда ол препараттар осы күнге дейін өмір сүрмес еді. Гиалуроновая кислотаны алсақ та, тағы да басқа. Өкінішке орай, хуже болған жағдайлар, олар көбінесе препараттың, косметологияның әсерінен емес, ол енді белгілі бір маманның қателігінен, немесе препаратты дұрыс таңдамауынан болып жататын жағдайлар. Өздеріңіз байқасаңыздар, қаншама косметологқа барып жүрген адамдар 10 жылдап, 20 жылдап, 30 жылдап менің практикамда, менің пациенттерім, әдемі, беттері өте сау, табиғи жарқырау бар, тусклый цвет жоқ бетінде. Бір адамдар болады ғой, ухоженный көрінеді деп айтамыз. Міне сол нәрсені біз косметологияға барып жүрген адамдардан көрсек болады. Себебі қаншалықты сіз дұрыс тамақтансаңыз да, дұрыс ұйықтасаңыз да, спортпен шұғылдансаңыз да, ішке витаминдерді ішсеңіз де, косметологқа сіз егер де жылына 2 рет келмейтін болсаңыз, онда бәрібір келіп жүрген адаммен салыстырғанда сізде өзгерістер болады. Ол деген сөз: ұсақ әжімдер, беттің құрғақтығы, қабыршақтану, тусклый цвет, неровностьтар, шырамдар, акнелердің орындары болуы мүмкін, постакне. Сол сияқты коррекция жасайтын нәрселерді уақытымен жасап тұрған дұрыс. Сондықтан жылына 2 рет косметолог, дерматологқа келетін болсаңыз, ол ешқандай жаман емес, тек қана жақсы болады. Мен егер де қымбат кремдерді сатып алсам, косметологқа бармасам да бола ма?
үйдегі күтім біздің профессиональный косметологиялық кабинетте жасалатын күтімнің орнын баспайды. Домашний уход не заменяет косметологические процедуры. Ол деген сөзіміз неге? Сіз қаншалықты керемет кремді жақсаңыз да, ол миллион тұруы мүмкін, да, даже дейікші. Сіз қаншалықты алтын кремді жақсаңыз да, ол бізде базальный мембранадан өтпейді. Біздің бетіміздегі өзінің слойлары бар. 3 қабаттан негізі тұрады: эпидермис, дерма, гиподерма. Оның ішінде эпидермистің өзі 5 қабаттан тұрады. Соның ішіндегі біреуі это базальный қабат. Сол базальный қабаттан ешқандай крем, маска, низкомолекулярный болсын, басқа болсын, олар өтпейді. Ол біздің Алла тағала бізді қорғап қойған пленка сияқты защитный слой. Себебі бір адам заводта жұмыс жасайды, газдармен жұмыс жасайды, біреу шахтада жұмыс жасайды. Біздің қожамыз біздің ішкі органдарды, ішкі ағзаларды сақтап тұру үшін жасалған базальный слой. Ол базальный слойдан біз тек қана ине арқылы инвазивный жолмен ғана тереңірек нұрландыруға, ылғалдандыруға, питание беруге біздің мүмкіндігіміз бар. Сондықтан жылына 2 рет косметолог-дерматологқа келіп, негізгі терең питание ылғалдандыруларды жасаймыз, ал үйде біз күнделікті уходты жасаймыз. Бірақ қымбаттық кремдер барлық уақытта керемет жұмыс жасайды деп мен айта алмаймын. Себебі оның бағасы ол әртүрлі жағдайларға байланысты қойылады негізі. Сондықтан кремнің біз бағасына ғана қарап, оның сапасын анықтамаймыз. Біз оның сертификатына, біз оның алып тест жасаймыз. Маған жаққан крем ол сізге жақпауы мүмкін. Сондықтан ол жерде сіз өзіңіздің дерматологыңызға, косметологыңызға барып, өзіңіздің типіңізге байланысты, фототипіңізге байланысты, кожаның типіне байланысты, морфотипке байланысты, тұратын жеріңіз, жұмысыңыз барлығын ескере отырып, күнделікті үй күтімін таңдаймыз. Сол кезде ғана барлығы комплексті түрде күшті результат береді. Ал қымбат деп, қымбаттың артынан ғана жүгірген ол дұрыс емес. Тағы да көп кездесетін сұрақтардың бірі косметология қымбат. Бір барған кезде косметологияға қанша ақша алып бару керек? Қанша ақшадан мен бастасам болады деген сұрақ. Менің өзімнің жеке практикама келетін болсам, менің процедураларым 45 000 теңгеден басталады. Ол бағаны қайдан қоямыз? Ол бағаны алатын препараттың сапасы міндетті түрде. Ол қандай препарат? Мысалы үшін кейбіреулер былай салыстырады. Мезотерапия мында 5 000 теңге тұрады екен мына салонда, ал неге сізде 45 000 теңге тұрады? Олардың барлығы препараттың сапасына, препарат қандай фирма, ол қай елдікі, оның бүкіл документтері, сертификациясы, регистрациясы, дәлелденген медициналық базасы бар ма, жоқ па, соған байланысты. Және де сізді кім қабылдайды? Енді ғана бастаған, енді үйреніп жүрген, практикасын алып жатқан жас маман ба, жоқ әлде кеше оқуды бітірген, акциямен жасап жатқан кісі ма, жоқ әлде өзінің опыты бар, сізге бүкіл программаны жасап бере алатын, сіздің бүкіл ерекшеліктеріңізді қарай отырып, қазіргі ғана әдемілігіңіз емес, кейінгі 10 жылдан кейінгі, 20 жылдан кейінгі де сіздің сұлулығыңызға жауапкершілікті алатын сондай маман ба? Оның барлығы ескеріледі. Және де косметология қымбат деп мен айтпас едім. Смотря барлығыз қандай процедура жасайсыз. Былай қарап тұрса, 45 000 теңгеге сіз даже бір футболка алады біреу бір көйлек алады. А оны сіз күнге кимейсіз. Бір ғана тойға киесіз, 2 сағат и все. Ол көйлек просто тұрады. Ал сіз бетіңізге, кожаңызға 1 секундта шешпейтін, өзіңізбен бірге жүретін дене мүшесіне тартатын болсаңыз, ол сізге бүкіл денсаулығыңызға, әдемілігіңізге деген сіздің инвестицияңыз деп ойлаймын. Сондықтан косметология қымбат дегенге мен келіспеймін. Смотря немен салыстырамыз. Біреу үшін, мысалы үшін 2 000 теңге қымбат, біреу үшін 2 000 теңге норм. Сол сияқты біреуге 45 000 теңге қымбат, біреуге норм. Бірақ барлығы ол не үшін керек? Соған келіп тіреледі. Егер де сіз өзіңіздің денсаулығыңызды, әдемілігіңізді, теріңіздің жағдайы қазір 5 жылдан кейін, 10 жылдан кейін, 15 жылдан кейін әдем болсын, тез қартаймайын десеңіз, қазірден бастап проблема шыққан кезде уже инвестиция жасау керек. Достар, назарларыңызға рахмет. Осымен бірінші видеомды түсіріп біттім. Ұнайтын болса лайк қойыңыздар, комментарий жазыңыздар, не ұнады, не ұнамады және қандай сұрақтар сізде бар. Екінші түсірілімге сіздердің сұрақтарыңызды талдайтын боламын.